Кезек эми биз ушул жердеги Лассетти, Гетц, Матис, ошондой эле Nexia 1-2-лердин бүгүнкү күндөгү бааларын билебиз. Бүгүн 3 октябрь 2021 жыл. Авторуна кош, жапалак, уна базары. 10 мүнөт бою биз менен чогуу базар баасын билип туруңуздар. Лассетти 2004 жылкы көлөмү 1 механика, баасы 330 000 сом. Дөңгөлөктөрү абалы жакшы. Biz bu çağrışta uşul sizlerge көрүп турганыңыздарда Kalos, Getz, Jazz, Matiz, Nexia бааларын билебиз. Свежий перегон, коробкасы автомат. Бул жерде Dev Kalos 2002 жылкы көлөмү 1.4 автомат. Сиздердики канча? 320 000 сом. Байланыш номери 990 50 25 35. Honda Jazz 2008 жылкы рестайлинг, көлөмү 1.4, коробка механика, баасы $5,500. 2 номери бар. Байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Пробег канча болуп калды? 127 000 километр жүргөн дейт. Состояниясы жакшы. Honda Getz рестайлинг 2007 жылкы көлөмү 1.4, коробка механика, баасы 400 000 сом. Кеми бар дейт. Байланыш номери ушул 400 000 сом. Бүт стекло көтөргүчтөрү электрический. Пробег 379 000 километр жүргөн. 379 000 километр. Рестайлинг 2007 жылкы. Боло турган баасы 380 000 сом. Dev Kalos ак түстө, дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2005, көлөмү 1.4, коробка механика. 250 000 сом, кеми бар. Состояниясы жакшы дейт. Түсү ак түстө. Honda Jazz 2003 жылкы көлөмү 1.4, пробег 112 000 километр жүргөн. Краскасы өзүнүкү, Кыргызстанда бир кол минилген дейт, катализатору бар. Состояниясы жакшы, дөңгөлөктөрү жаңы дейт, баасы 530 000 сом. Дөңгөлөктөрү жайкы, коробкасы механика. Kia Picanto автонасы 2015 жылкы көлөмү 1, коробка автомат, баасы $6,000. Свежий перегон экендигин эске алып коюңуздар. Дөңгөлөктөрү жайкы, баасы $6,000. Hyundai Getz 2004 жылкы көлөмү 1.4 автомат. Байланыш номери 553 68 17 00, баасы 370 000 сом. Коробка автомат. 370 000 сом, кеми бар. Hyundai Getz 2004 жылкы көлөмү 1.4, коробка механика, баасы 310 000 сом. Состояниясы жакшы, дөңгөлөктөрү экөө тең кышкы. Эскертип өтүңүздөр достор, азыр биз ушул көп Getz, Kalostор турган жерде жүрөбүз. Азыр бул жерде Лассеттилер дагы бар. Бир аздан кийин тетектон Матиздерди, Nexia 1-2-лердин бааларын билебиз. Биз менен алыстабай базар баасын көрүп туруңуздар. Свежий перегон Hyundai Getz 2005 жылкы көлөмү 1.4, европеец. Состояниясы жакшы дейт, катализатору бар.
Байланыш номері 550-83-84 08 коробкасы механика. Басқан жолда 400 000 сом дейді. Honda Jazz 2007 жылғы, көлемі 1.4, состояниясы жақсы, коробка автомат. Байланыш номері ушул 2 номерге байланышқа шығасыздар. Коробка автомат. Пробег қанша жыл қалды? Пробеги 217 болса керек дейді. Азыр точно есіде жоқ екен. Басы 660 000 сом, кеми бар дейді. Chevrolet Spark, свежий перегон. Коробкасы механика, жылы 2013, көлемі 1, пробег 124 000 км жүрген. Байланыш номері 559-95-14-95. Басы 380 000 сом. Opel Zafira 2004 жылғы, көлемі 2.2, қара түсті, коробкасы механика. Байланыш номері 556-07-07-94, басы 320 000 сом. Коробка механика. Күміш түсті өте жақсы абалда. Лассетті 2003 жылғы, көлемі 1.6, коробкасы автомат. Байланыш номері 557-88-77-70. Басқан жолда. Азыр есін сұрайыз, коробка автомат. Басқан жолда 320 000 сом. Daha bir жақсы балда Chevrolet Spark 2012 жылғы, көлемі 1, коробка автомат. Басы 450 000 сом, кеми бар, сүйлерсі болады дейді. Сыртында ешбір жерінде жасалып тұрған жері жоқ, только айдаш керек дейді. Титанскада. Россиядан келген Chevrolet Lacetti, номері учеттан шыққан емес, 2012 жылғы, көлемі 1.6, коробкасы механика. Ушул 2 номерге байланышқа шығасыздар. Басы қанша алдады? 350 000. 350 000 сом, мониторы бар екен. Матизеки Кореец автомат 2005 жылғы, көлемі 08. Байланыш номері 2 номері бар, чалып сөйлесеңіздер болады. Коробка автомат, басы қанша дейді? 230 000 сом дейді. Матизеки өте жақсы абалда базарға шығыптыр. Кореец 2004 жылғы, автомат 08. 2 номері бар, басы 280 000 сом. Пробег 136 000 км жүрген. Отырыштары да жақсы екен. Матизеки 2012 жылғы, көлемі 08, механика 220 000 сом. Байланыш номері 551-81-21-56. Состояниясы жақсы. Салоны. Бұл қаяқты қой? Россия. Россия. Matiz 3, күміш түсті, 2008 жылғы, көлемі 08 автомат.
Кореец байланыш номері бар. Коробка автомат, отырыштары. Басы 360 мың сом. 330 деді. 360, 360 мың сом кеме бар. Состояниясы жақсы. Анын жанында механика Matiz 3, Европеец 2007 жылғы, көлемі 1, байланыш номері 990 58 90 58. Қанша олдат басы? 350 мың сом кеме бар дейді. Россиядан келген Nexia 2 ақ түсті, 16 клапан, 1.6 объем, 2012 жылғы, коробкасы механика, байланыш номері. Бас қанша алдат? Басы 250 мың сом. Пробег 104 мың километр жүріп тұр. Nexia 2 бос түсті, 2010 жылғы, көлемі 1.6, коробка механика, басы азыр есінен сұрайбыз. Қанша алдат басы? 200 мың. Пробег қанша алып қалды? 160 жүрттір, басы 200 мың сом кеме бар дейді. Nexia 2 ақ түсті, 2008 жылғы, көлемі 1.5 простой мотор, басы 170 мың сом. 170 мың сом кеме бар дейді. Вложениясы артыңқы сол крылосында бұл жерінде біраз жұмыс бар екен. Қалған жақтары жақсы. Nexia 1 ақ түсті, 2003 жылғы, көлемі 1.6, басы 240 мың сом, коробка механика, состояние жақсы. Күзуында жұмысы жоқ дейді. Кеме бар, сүлерсе болады дейді. Nexia 1 ақ түсті, 96 жылғы, көлемі 1.5 простой мотор, коробка механика, 190 мың сом, байланыш номері. Номерін жазбай қойып тұр. Скидка бар дейді, состояниясы өте жақсы екен. Номерін жазбай қойып тұр. Азыр ұшу Nexia'ның есі келіп қалды, номері 709 229 163 деген номерге байланышқа шығасыздар. Қызыл түсті Nexia 1 жақша балда, 2007 жылғы, көлемі 1.5 механика. 2 номері бар. Бас қанша алдат? 180 мың сом кеме бар. Nexia 2 2010 жылғы, көлемі 1.6, коробка механика, басы 180 мың сом. Вложениясы алдыңғы терезесінде біраз жарақасы бар екен, қалған жақтары жақсы, жұмысы жоқ дейді. Кеме бар, сөйлешсе болады дейді. Номерге чалып сөйлешіп көріңіздер.